Эфирде кинобизнестің кезекті саны. Алдағы 25 минутта біз әдеттегідей киноиндустрияның негізгі жаңалықтармен таныстырып, аптаның басты премьераларының бірі Джокер триллері туралы тарқатып айтамыз. Тодд Филлипстің режиссерлігімен таспаланған бұл картина 76-шы Венециялық кинофестивальдің жеңімпазы атанды. Түсірілім алаңында Алмас Тоғай. Бүгін көретіндеріңіз. Режиссер Тодд Филлипс Джокер фильмінің астарында жатқан ой туралы айтты. «Как приручить дракона» франшизасының авторларынан жаңа Эверест мультфильмі отандық прокатқа жол тартты. Томирис тарихи туындысын таспалаған топ өндіріс процесінің қызықтарымен бөлісті. Режиссер Сергей Бодров бізге берген эксклюзивті сұхбат барысында Моңғол картинасының сиквелі жайында тарқатып айтты. Эта встреча последняя. Вы не слушаете. Одни и те же вопросы каждую неделю. Как дела на работе? У вас были негативные мысли? Все мои мысли негативные. «Мальчишник в Вегасе» комедиясының 3 бірдей бөлімін сүрген режиссер Тодд Филлипс осы аптада бұл жолы триллер жанрындағы Джокер фильмін ұсынады. Картинаның әлемдік премьерасы Венецияда өтіп, байқаудың бас жүлдесі Алтын арыстанға лайық болып танылды. Марвелді өкшілеуден шаршаған DC комикстерді экранизациялаудың өзіндік бағытын енді тапқандай. Отбасылық кино даярлауды басты қару еткен студия енді ересек аудиторияға арналған фильмдерін шығаруды қолға алмақшы. Джокер фильмінде басты рөлді Хоакин Феникс сомдады. Өйткені авторлар Артурдың рөліне басқа үйлесетін актерлер мүлде жоқ деп отыр. Хоакин Феникс бұл ұсынысқа келіседі ме екен деген сауал оларды көп мазалаған. Ақырында актер ұзақ ойланып, келісімін берді. Енді көрермен қауымды әйгілі кейіпкердің ең қызықты нұсқасы күтіп тұр. Для всех, кто думает, что легко справиться с моей работой, вот, посмотрите. Когда я был маленьким и говорил, что стану комиком, люди смеялись надо мной. Что ж, теперь никто не смеется. Что ж, ты чертовски прав. Фильм сюжеті қарапайым адамнан ес ауысқан қылмыскерге айналған Аркем емханасының тұрақты науқасы туралы баяндайды. Өткен ғасырдың 80-ші жылдары өрбейтін оқиға желісі кәдуілгі супер қаһармандық фильмге қарағанда криминалды драмаға ұқсайды. Джокер барынша шынайы шыққан. Режиссер әйгілі кейіпкерді әртүрлі комикстердегі Джокерге тән сипаттамалар аясында көркемдеп, оның жаңа өмір баянын ойлап тауып, жаңаша ат қойып 4 құбыласы тең-тың образ жасап шыға білді. Осы ерекшелеудің астарында әркім өз ішінде Джокер бола алады деген ұстаным жатыр. Бізге жақсы таныс америкалық арман ақиқатында таптардың теңсіздігін, яғни байлар мен кедейлердің айырмашылығын көрсетеді. Всю жизнь я не знал, существую ли я. Существую. Режиссер болса 1970 жылдардың таксист, бешеный бык және король комедий тәрізді ес ауысқан жалғызбасты кейіпкерлер жайлы фильмдердің шабыт алған. Фильмнің атмосферасын музыкамен көркейте түскен композитор Хилdur Гуднадоттир, ол атышулы Чернобыль телехикаясының саундтрегін жазған маман. Фильмде Джокердің әйгілі күлкісі де бар. Кейіпкерді өзгеше ететін бұл қасиеті кейін оның супер қаруының біріне айналады. Режиссер мен басты рөлді сомдаушы күлкінің 3 түрлі үлгісін ойлап тапқан екен. Что смешного? Урод! Тодд Филлипстің Джокері Венеция кинофестивалінің алтын арыстаны мен сыншылардың ыстық лебізіне қарамастан көптеген кино мамандары арасында қарама-қайшы пікірлер туғыза білді. Ақырында Джокер секілді басты кейіпкердің барлық іс-әрекетін өзгелерді қайталаса, авторлары мұны құптайды деген тұжырымдарда пайда болды.
Менің ойымша адамдар жақсы мен жаманды ажыратуды біледі. Дегенмен арамызда қалағанын игіске айналдыра алмайтындар бар. Адамдар әндердің үзіндісін ұраны етіп, кітаптағы тіркестерден күш алатында шығар. Сондықтан фильм авторлары адамдарға рухани дәріс өткізу тиіс деп есептеймін. Атышулы картинаның режиссерлері аталған тақырып аясында өз ойын айтты. Фильм махаббаттың жетіспейтінін, балалық шақтың берер жарақатын, қоршаған әлемнің мейірімнен жұрда екендігін суреттейді. Меніңше көрермен осыны анық ұғуға қабілетті. Сондықтан өнер қиын тапсырма жүктеу арқылы ой салады. Қарапайым адамнан жауызға айналатын Джокер психологиялық драмасы осы аптадан бастап барлық кинотеатрларда. Send in the clowns. Как бы я хотела сбежать. Папа всегда мечтал показать мне мир. Однажды... Это что, настоящий Йети? Осы аптаның басты отбасылық премьерасы Қытай мен Американың бірлескен өндірісінен шыққан Эверест анимациялық фильмі болмақ. Мультфильмнің продюсерлері Тим Джонсон мен Сьюзан Берги бұған дейін «Как приручить дракона» франшизасында бірге еңбек еткен болатын. Лентаның сюжеті басты кейіпкерлердің қар адамын құтқару туралы баяндайды. Откуда ты только взялся? Он сбежал. Найдите моего Йети! Это твой дом? Обалдеть. Эверест DreamWorks студиясы ұсынған жаңа мультфильм. Бұл туындыны таспалауда америкалық және қытайлық мамандар тер төккен. Лента өз жақындарынан ажырап қалған қар адамын тауып алған достар жайлы отбасылық анимациялық фильм. Оны отбасына, яғни Эверест шыңына қайтару үшін кейіпкерлерді Шанхайдан бастап, қар басқан Гималайға дейін ұласқан шытырман сапар күтеді. Быстрее! Эверест, ты волшебник? Невероятно! Скорее невозможно! Соңғы уақытта қар адамы әлем анимациясында трендке айналған тақырып. Эверест қар адамының баласы жайлы осы жылы жарық көрген 3-ші анимациялық фильм. Бұған дейін Крис Батлердің «Потерянное звено» туындысы шықса, өткен жылдың аяғында режиссер Кэрри Киркпатрик «Смолфут» атты мультфильмді қалың көрерменге ұсынды. Эверест анимациялық фильмі осы аптадан бастап біздің прокатта. Өткен аптада көптен күткен қазақстандық Томирис тарихи фильмінің тұсаукесері өтті. Тың кино туындыға Ақан Сатаев режиссерлік еткен. Картина халықаралық деңгейдегі үлкен команданың 2 жыл бойы кідірместен атқарған жұмысының жемісті нәтижесі деуге болады. Фильм авторларының айтуынша жобаға жұмсалған қаражат көлемі 2 миллиард теңгені құраған. Аталмыш туындыны әлі тамашалап үлгермеген болсаңыз, біз сізге өткен аптадан бастап отандық прокатқа шыққан Томирис фильмін міндетті түрде көруге кеңес береміз. Мәдениет және спорт министрлігінің тапсырысымен дүниеге келген туындыны Қазақ фильм киностудиясы мен Сатай фильм бірлесе таспалаған. Фильмнің бас продюсері Әлия Назарбаева. Да, действительно, мы 2,5 года делали эту картину. Это очень объемное историческое полотно, которое базируется... Расымен бұл фильмді біз 2,5 жыл бойы таспаладық. Ауқымды тарихи туынды дүниеге келді. Сценарийге Геродоттың қолжазбалары негіз болды. Бас продюсер Әлия Нұрсұлтанқызы осындай фильм таспалау жайлы ұсыныс жасаған кезде, бұл бізге артылған үлкен жауапкершілік әрі сенімде бұқтық. Өйткені мұндай ауқымда біз әлі жұмыс істеп көрмеген едік. Шығармашылық тұрғыда бұл кез келген суретші армандайтын тақырып. Сондықтан ең алдымен осы мүмкіндікті сыйлаған Аллаға разылығымды айтамын. Аталмыш тарихи туындыны таспалауға атсалысқан барша адамдарға алғыс айтқым келеді. Нәтижесіне қарап, қаншама күш-жігердің және 2,5 жыл уақыттың теке кетпегенін толық сеніммен айта аламын. Участие в создании такого фильма, потому что, зная, видя уже результат, я могу сказать, что мы не зря потратили эти 2,5 года. Түсірілім жұмыстары басталмас бұрын барша актерлер Намат жаттығу базасында дәріс алған. Оларға белгілі каскадер Жайдарбек Күнғожинов жетекшілік етті. Жаттығу кешенінде актерлер ат үстінде отыруды, садақ атуды және суық қарумен шайқасуды үйренді.
Это очень-очень интересно было. Өмірі жасап көрмеген трюктерді істеу біз үшін өте қызықты болды. Барлық шайқас сахналары мен трюктерді өзіміз орындадық. Атпен шабу, қылыштасу және өзге де шайқас сахналары. Фехтование, все. Фильм біздің заманымызға дейінгі 6 ғасырда өмір сүрген ұлы даланың аңыз патшайымы Томиристің өмірін суреттейді. Қаршадай қыз жақындарын жоғалтып, кейін сатқындыққа бой ұрғандарды жазалау үшін сақ тайпаларының басын қоса білген ұлы жауынгерге айналады. Фильмге арналған кастинг жұмыстары республикалық ауқымда жүргізіліп, кастинг директор Жайна Әбдиева бастаған департамент үлкен жұмыс атқарды. Көптеген үміткерлердің ішінен Томирис патшайымның рөліне Альмира Тұрсын бекітілген еді. Сама героиня, как исторический... Басты кейіпкер ұлы тарихи тұлға. Фильмнің кейіпкер ретінде де ерекше жан. Тарихи тұрғыда қарайтын болсақ, Томиристің ғұмыры күрес пен түрлі қиындықтардан тұрады. Сақ қызы осы кедергілердің бәрін жеңіп, соғыс алаңында тайсалмай жауларына қарсы тұрып, қазақ тарихында өз ізін қалдырды. Даже в нашей стране. Фильмді таспалау ісі 2017 жылы Алматы облысында басталған еді. 2018 жылдың басында түсірілім тобы өз жұмысын қазақ фильмнің ішіндегі павильондарда жалғастырды. Ол жерде алғаш Томиристің дүниеге келгені түсірілді. Сонымен қатар Жаркент, Шонжы, Баянауыл және Бурабай секілді еліміздің ең көрікті жерлерінде негізгі таспалау жұмыстары жүрді. Қазақ фильм басшысының сөзінше, Томирис секілді үлкен тарихи кино туындыға айтарлықтай көп қаржы жұмсалмаған. Историческое кино всегда подразумевает собой крупный бюджет. Я считаю, что бюджет этого фильма, он даже... Тарихи картина дегеніміз әркез бюджеті ауқымды туынды. 2 миллиард теңге шығындалған Томирис фильмі меніңше арзан шықты. Өйткені барлық жұмыстарды қазақстандық мамандар атқарып шықты. Тарихи картиналардың бюджеті Қазақстанға шетелдік кино мамандары шақырылатын болса еселеп өседі. Бір ғана мысал ретінде көшпенділер фильмін айта аламыз. Ал тарихи туындыларды толық өз күшімізбен түсіретін болсақ, бюджеті әлде қайда арзан шығады. Аманат, Қазақ хандығы секілді картиналар осыға мысал. Дегенмен оның жауапкершілігі де арта түседі. Картинаның тартымды әрі сәтті шығуына кино түсіретін топтың арасындағы ынтымақ аса маңызды. Ответственности больше, потому что здесь казах намысы. Очень важно именно отношение киногруппы. Какой остается выбор, когда Кир идет на всех нас? Нам нужно объединить все степные племена. Поодиночке никому не выжить. Фильмге арналған түпнұсқа тіл көне түркі тілінің бірі. Сол дәуірдің тарихи кейіпкерлері нақ осы тілде сөйлеген. Парсы патшасы Кир фильмде көне парсы тілінде сөйлейді. Ты мне нравишься, храбрый вождь. Но тюркский текст всегда будет слышно, потому что мы очень хотели... Түркі тілі картинада әркез естілетін болады. Бұл тілге біз қайтадан жан бітіре алдық. Осы мақсатта көптеген мамандар жұмыла жұмыс істеді. Бұл тілді тіпті түсірілім алаңындағы адамдардың тең жартысы оңай түсіне алды. Знаете, вот этот язык даже половина группы уже как бы понимала на съемочной площадке. Сценарий авторлары ретінде Тимур Жақсылықов пен Әлия Назарбаева тер төккен. Тарихи туындыға ұлы Геродоттың еңбектері негіз болған. Сол дәуірдің мәдени және материалды құндылықтарын айнытпай келтіру үшін қыруар жұмыс атқарылған. Көрермен экраннан көре алатын декорациялар, костюмдер, қару-жарақ, ат арбалар, ат әбзелдері мен тұрмыстық заттардың барлығы қолдан жасалды. Бұл жауапты істі суретші Қуат Тілеубаев бастаған шеберлер арнайы Томирис картинасы үшін абыроймен атқарып шыққан. В статье первого президента Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың рухани жаңғыру мақаласында рухани жаңғыру тақырыбына аса зор мән берілген. Ұлтымыздың қалыптасуына зор үлесін қосқан тарихи тұлғалар біздің тарихымыз, фильмдеріміз арқылы кеңінен насихатталуы тиіс. Бұл келешектегі өркениет көшінен қалмай, елдің даму жолында өлшеусіз қосқан үлес болмақ. Халқымыздың көптеген тұлғалары бұл фильмге өз пайдасын тигізді. Томирис секілді тұлғаларды экранизациялау басты парымыз деп білемін. Әл-Фарабиден бастап фильм түсіруіміз керек. Абай жайлы 6 фильм таспалаған екенбіз. Жалпы тарихымызға шексіз үлесін қосқан тұлғалар қаншама. Про Абая мы сняли уже 6 фильмов, казахфильма есть. То есть очень много персонажей, которые внесли в мировой пласт цивилизации, очень много. Томирис тарихи драмасы отандық прокатқа өткен апта жол тартқан болатын. Өткізіп алмаңыздар.
2008 жылы Сергей Бодров таспалаған «Моңғол» картинасы Қазақстанның атынан шет тілдегі үздік фильм аталымы бойынша Оскар сыйлығына үміткер болған еді. Жобаны Қазақстанмен қатар Ресей және Германия елдері қаржыландырған. Фильмді таспалауда әлемнің 11 тілінде сөйлейтін халықаралық команда тер төкті. Олардың арасында голливудтық операторлар, қытайлық суретшілер, германиялық костюмерлер, моңғолиялық, ресейлік, жапониялық және қазақстандық актерлар сияқты кәсіби мамандар болды. Бүгін біздің бағдарламада эксклюзивті сұхбат. Әйгілі режиссер Сергей Бодров «Моңғол тарихи драмасының сиквелі бүгінгі таңда өтіп жатқан продакшналды жұмыстар жайында айтып береді. Олай болса, әңгімені әріптесім Бекболат Уәлиев жалғастырсын. Сегодня в гостях у программы «Кинобизнес» бағдарламасының бүгінгі қонағы, кино ісінің хас шебері, «Кавказский пленник», моңғол фильмдерінің авторы, Оскардың 2 мәрте үміткері Сергей Владимирович Бодров. Қош келдіңіз. Қайырлы кеш. Сергей Владимирович, алдымен сізді өткен туған күніңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Рахмет. Сіз 71 жасқа келдіңіз. Телекөрермендерге осы бағдарламаны жасайтын біз секілді жастарға құпияңызды айтсаңыз. Осы жасқа дейін қалай көңілді әрі сергек жүріп, өз ісінің шебері болып қалуға болады? И мастером своего дела. Ну, вы понимаете, мне кажется, что главное не нужно. Ең алдымен жас туралы ойламау керек, бірақ оны ойламау қиын әрине. Дегенмен, менің келешекке құрған жоспарларым жеткілікті. Но у меня по-прежнему много планов, предложений. Мы слышали, что сейчас готовится проект «Моңғол 2», идет... Қазір «Моңғол 2» картинасының продакшналды жұмыстары жүріп жатқанын естедік. «Моңғол 2» сценарий Қытайдың мемлекеттік бақылау комиссиясының алдында жатқанынан да хабардармыз. Бұл туынды трилогияға да ұласуы мүмкін екен. Сценарийге қатысты сұрақтар шешімін тапты ма? Те правовые проволочки со сценарием. Они решаются, и я думаю... Бұл мәселе қазір шешіліп жатыр. Нақты нүктесі қойылған соң, келер жылдан бастап біз жобаны таспалауға кірісеміз. Приступим к этому проекту в следующем году. Келер жылы бастаймыз дедіңіз. Қытайлық продюсерлермен кездесіп үлгердіңіздер ме? Олар өз тарапынан бұл жобаға ақша салуға келісті ме? Да. Иә, жуыр арада қытайлық продюсерлермен ғана емес, инвесторлармен де кездесетін боламын. Демек, бұл қытайлық нарыққа да арналған жоба болып отыр ғой. Соңғы уақытта ТМД кеңістігіндегі көптеген продюсерлер қытайлық нарыққа қызығушылық танытып жатыр. Оның қандай себебі бар? Он интересен для... Ну, китайский рынок интересен тем, что там огромная аудитория. Қытай нарығының ең басты ерекшелігі аудиториясының ауқымдылығында. Бірінші моңғол фильмін таспалаған уақыттан бері Қытай елі де түбегейлі өзгерді. Мен Циндао дейтін жерде арнайы болып қайттым. Ол жақта жаңа студиялар, қытайлық көзқараспен қарағанда 8 миллион адамы бар қала, 40 павильон тұрғызған, 5 мың, 8 мың, 10 мың шаршы метрді құрайтын павильондары бар. Бұл тектес әлемде павильондар жоқ. Қытай осындай ауқымда жұмыс істеуге қауқарлы, және ол жақта қазіргі таңда бюджеті үлкен фильмдер таспаланып жатыр. Огромных по размаху, но Китай в состоянии сейчас это все сделать, и там идут большие съемки больших фильмов с большими бюджетами. «Моңғол 2» фильмінің сюжетін алатын болсақ, оның оқиға желісі қандай болмақ, және трилогияны неге жасамайтын болдыңыз? Ну, мне кажется, что трилогия как бы середина фильма, это одна битва, вторая... Трилогия дегеніміз шежіренің бел ортасы секілді. Бірінші, екінші, үшінші шайқас деген тәрізді. Бұл өте маңызды. Моңғол фильмінің екінші бөлімі Шыңғыс ханның өмірінің соңғы сәттері, соңғы майданы мен ақтық шешімдері. Өмірден кетерін сезген адамның өз мұрагерін таңдауы, драмаға толы оқиға. Қай жерде жерленетінін де өз анықтайды. Қазірдің өзінде қайда жерленгенін ешкім білмейді. Бұл ұлы аңыз болып қалды. Решает, где он будет похоронен, и до сих пор эту могилу никто не может найти ее. Ну, это такая легенда. Теперь немножко поговорим о проекте. Өзіңіз мұрындық болған Калашников жобасын тілге тиек етсек. Қазіргі таңда түсірілім жұмыстары Алматы облысында жүріп жатыр деп өткен сұхбатыңызда айтқан едіңіз. Калашников жобасы қазір қандай кезеңде? Сериал «Калашников» находится сейчас. Мы приезжали сюда на выбор натуры, и мы
по принципе, выбрали натуру. Бұл жерге біз натура таңдау үшін келген едік. Және бізге ұнайтын жақсы жерлерді де таптық. Актерлерді де бекіттік. Қаржылай демеудің тежелуіне байланысты Қазақстанда таспалағымыз келген сахналарды басқа жерде түсірдік. Түсірілім жұмыстары әлі де жалғасып жатыр. Келер жылдың ақпан айына дейін аяқталуы тиіс. Өйткені бұл өз алдына ерекше әрі ауқымды жоба болып отыр. Картинаны менің әріптесім, режиссер әрі продюсер Константин Буслов таспалау үстінде. Калашников автоматын дүние жүзі біледі. Сондықтан жобамыз сәтті шығуы тиіс. Должен получиться такое интересное кино, потому что это, первым делом это автомат, бренд Калашников. Это легендарная историческая личность, да? Знают во всем мире. Но у него еще и было много... Ол өмірінің соңына дейін біраз құпияны сақтап келген адам. Көптеген жылдар бойы ешкімге айтпаған сырлары бар. Өнер тапқыш адам ретінде өте бағалы жан. Сондықтан да жобамыздың жемісті боларына сенімдімін. Изобретатель, человек, самородка. Поэтому мне кажется, что мы все-таки рассчитываем на успех. Соответственно, демек, бұл Калашников жайлы толық метрлі туынды болады ғой. Хронометражы қанша екені белгілі ме? Шамамен 1 сағат 45 минут. 1 сағат 45 минут. ТМД аумағында прокатқа шығатыны белгілі. Халықаралық айналымға өте ме? Иә, әрине. Картина тек фестивальдерге арналған ба, әлде прокатқа да шыға ма? У нас есть договоренность с китайским прокатами есть, потому что китайцы... Оны алдағы уақытта көре жатармыз. Мысалы, біздің қытайлық прокатпен келісіміміз бар. Олар соғыс тақырыбындағы кино туындыларды қатты ұнатады. Олар ресейлік көптеген соғыс фильмдерінің ремейгін түсірген. Демек, қытайлық прокатқа да зор үмітіміз бар деуге болады. Так что мы рассчитываем на прокат в Китае. И в Китае, да. Сергей Владимирович, вы как международный... Сергей Владимирович, халықаралық тәжірибесі бар продюсер ретінде Лос-Анджелесте көп уақыт өткізесіз, және әлемнің әр елінің фильм комиссиясының өкілдерімен жиі кездесесіз. Биыл Қазақстанда да фильм комиссиясы құрылды. Халықаралық продюсерлер үшін біздің еліміз несімен қызықты? Олар үнемі жақсы түсірілім локацияларын іздеумен өте ме? В поисках локаций или новых мест. Мне кажется, что Казахстан — это очень интересный такой для кинопроект. Меніңше, Қазақстан кино өндірісі үшін таптырмайтын тартымды алаңдардың бірі. Бұл елде Марко Поло фильмі бекер түсірілген жоқ. Каскадерлеріңізде сондай өз ісінің нағыз шеберлері. Марко Поло замечательный каскадер, лучший в мире сейчас. Бұл Наматстанс командасы. Которые пришли с Монгол. Монгол фильміне шақырту алғандардың барлығы бүгінде үлкен сұранысқа ие. Келешекте бірге жұмыс істейміз деп сенемін. Надеюсь, что мы будем снова с ними работать. Так что тут есть, во-первых, горы, степи, есть база. Таулар, дала төсі мен әсем табиғат Қазақстанның басты мақтанышы. Кадрға таспалаудың өзі бір ғанибет. Мемлекеттен бөлінетін ақшаның бір бөлігі қазынаға қайтуы тиіс. Бұл да маңызды қадам. Скидки, если там тратится определенное количество денег в республике, то возвращаются там. 30%-ке жуықтау. Я, 30% дегеніңіз кез келген бизнес үшін тартымды ұсыныс. Привлекательно вообще для серьезного бизнеса. Сергей Владимирович, бізде келешекте елімізге көптеген продюсерлер келеді деп сенеміз. Жергілікті түсірілім топтарын жұмысқа тартып, еңбек ететін адамдардың біліктілігі арта түседі деген сенімдемін. Кинобизнес бағдарламасының бүгінгі қонағы Сергей Владимирович Бодров болғанын естеріңізге сала кетейін, қадірменді көрермен. Сіздермен болған киноиндустрия саласындағы өзекті жаңалықтардың жаршысы кинобизнес бағдарламасы. Ендігі эфирде біз қазақстандық «Мен сені жақсы көремін» мелодрамасымен басты рөлде Уилл Смит ойнайтын Гемини фантастикалық боевигі туралы айтатын боламыз. Бүгінге осы. Түсірілім алаңында кездескенше.